Тимур Гореев, Михаил Никитенко. C4, E6, AC3, D5, D4, Вәзір гамбиті A6, CD, ED, айырбастау варианты ATF3, ATF6, піл G5, піл E6, E3, at B, D7, піл D3, піл D6, Вәзір C2, C6, піл F4, вәзір C7. Алдық, H3. Енді G4-тегі торды бақылауда ұстау. Рокировка, тура F, E8, жартылай ашық жолға орналастыру, тура A, C1 және G6. F5-тегі торды мүмкін бақылауда ұстау. Жалпы түсінбей тұрмын енді. At D2, at B6 және at A4. Не себепті бұлай жүргенін менде толық түсінбей тұрмын. Жалпы айырбастау вариантының екі жоспары бар. Бірінші жоспары тураны B1-ге қоятта B4, A4 және B5 деп, мұна үш бұрышқа шабу жасайды. Мыналарға шабу жасайды. Немесе орталықты қопарат бұлай. Неге at A4 деп жүр түсінбедім. Алдық және піл H3. Ештеңеден қорқып тұрған жоқ. Михаил Никитенко осыны күтіп тұрғандай сияқты болып тұр. Алдық және тура E3. Тағы бір іс-әрекет. Алдық және вәзір G3 шах, бұлай шах, шах, бұлай шах, шах және ат G4. Мүмкіндік бар болса, мына жерге мат қою. Ат F3, ат E3, мына жерді бақылауға алды, мына жерге мат қойғысы кеп тұр. Тура C2 алдық және вәзір F3 шах. Тым көп алды, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, барғаны 1, 2, 3. Жағдай қиын. G1, тура E8, енді ашық жол өте маңызды, өткені вәзірге біреу көмектесу керек. Вәзір B4, тура E4, енді мынандай іс-әрекеттер жүзеге асырғысы кеп тұр. F2, тағы бір түсініксіз шешімдердің бірі, шах, 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 шах және бұлай. Не айтуға болады? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 бар болғаны. Мынандай бір пілге 5 сарбаз деген сияқты. Тура F6, патша F8, енді толығымен бүкіл торларды бақылауда ұстау. Піл H3, патша E7, әрине мына тураның белсенділігіне қарсылық білдіреді. Тура F3 және F5 тосқауыл. Мына енді піл деген қысылып қалды. B3, B5, бұлай және тура A4 осымен ойын аяқталды. Өткені алсақ, алатта енді мына сарбаздың бірде біреуінің түбіне жете алмайды ол. Және ал бірақ мыналардың барлығы 1, 2, 3, 4, төртеуі тор жақтан жүгірген кезде жағдай қиын болатыны түсінікті.